Мұхтар Омарханұлы Әуезов. Мұхтар Омарханұлы Әуезов қазақ әдебиетінің классигі, филология ғылымдарының докторы, қазақтың еңбек сіңірген қайраткері. 1897 жылы 28 қыркүйекте Семей облысы Шыңғыс өңірінде дүниеге келіп, өзінің балалық шағын көшпелі ауылда өткізді. Кішкентайынан Абайды үлгі тұтып, жазушылық қызметте жүрген кезінде Абай туралы деректерді жинақтап, Абайдың өмірбаяны жайлы, оның шығармашылығы, Абай өмір сүрген заман шындығы жайлы Абай жолы роман эпопеясын 15 жыл ішінде жазып шықты. Абай жолы роман эпопеясы. Мен Абай жолы роман эпопеясын түгел оқып шықтым. Абай жолы роман эпопеясы Мұхтар Әуезовтың жазған әлемдегі ең әйгілі туындылардың бірі. Ең әйгілі туынды және де эстетикалық талғамды және қуат беретін туынды десек те болады. Абай жолы әлемде ең үлкен биік бағаға жеткен туынды болып табылады. Абай жолы арқылы Абай бүкіл әлемге, біздің ұлы Абай ақынымыз бүкіл әлемге таралды. Абай жолында сол бір ғасырды қамтыған оқиғалар, жер дауы, жесір дауы сияқты өте көп мәселелер қозғалған. Сол мәселелерді қарастырсақ, сол замандағы мансапқорлық, байлыққа деген ұмтылыстың бәрі жауыздық және жауыздық осы Абай жолында көтерілген мәселелер қазіргі кезде де өзекті болып табылады. Абай осы Абай жолының 3-ші томында Қарашығын бөлімінде осы неше алуан осы жауыздық пен қиянат мені қинайды-ау деп әбіш баласына өзінің сырын бөліскен болатын. Яғни сол замандағы әділетсіздік пен жауыздық Абайдың жанын қинады. Абай өз халқы үшін көп еңбек етті. Абай жолында тағы да көтерілетін мәселелер ол қыздардың, сол замандағы немесе ғашықтардың мәселесі. Сол замандарда әмеңгерлік сияқты қазақ қыздарының ғұмыры сондай әділетсіздік пен көптеген ғашықтар қосыла алмай қалды. Оған мысал келтіретін болсақ, Үмітей мен Мұса, Керімбала мен Оразбай. Осылар және де бақытсыз Тоғжанды айтсақ та болады. Тоғжан мен Абай да бір-бірімен қосыла алмай бірге болған жоқ. Оның бәрі осы әмеңгерлік және сол салт-дәстүр, сол замандағы үлкен мәселе болып табылды. Мен осы Абай жолынан көптеген сол замандағы сол мәселелерді көру арқылы, қазіргі заманмен салыстыру арқылы көптеген заттарды түсіндім. Және де менің болашақтағы арманым осы Абай туған ұлы өлкелерге бару. Абай атамыз өзінің өлеңдерін бізге сыршылдығымен елге танымал болды. Абай атамыз өлеңдерін, поэзияларын жазған кезде өз-өзімен сырласқандай, өз-өзімен сөйлескендей етіп жазып берген. Мен Абай өлеңдерін, поэмаларын сүйсіне отырып оқимын және жаттаймын. Себебі Абай атамыз бізге мұра ретінде өз өлеңдерін қалдырған. Мен Абай атамыздың «Сабырсыз арсыз еріншек» деген өлеңін жатқа айтып берсем. Сабырсыз арсыз еріншек, көрсе қызар жалмауыз, сорлы қазақ сол үшін алты бақан алауыз. Өзін өзі күндейді, жақыннан жалғау міндейді. Ол арсыздық белгісі, ұятсынбай, ойланбай. Қой дегенде тіл алмай, іс қылмай ма ол кісі. Бірақ секіріп шығам деп, бірақ қарғып түсем деп. Мертік еді жатады, ұрлықпен мал табам деп. Егесе ауыл шабам деп, сөйтіп Құдай атады. Бұл өлең бүгінгі күнде өзектілігін жоғалтқан жоқ. Абай атамыздың бұл кітабы 1954 жылдан бері сақталған. Бұл 1 май орта мектебінің атадан келе жатқан мұрасы болып саналады. Ал мен 5-ші сыныбымнан бастап 7-ші сыныпқа шейін Абай атамның 40-тан астам өлеңін жаттап келе жатырмын. Абай атамыздың сіздерге бір өлеңін айтып берсем. Абай Құнанбайұлы өлең сөздің патшасы. Өлең сөздің патшасы сөз сарасы. Қиыннан қиыстырған ер данасы. Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмыр келер айналасы. Бөтен сөзбен былғанса сөз арасы. Ол ақынның білімсіз бишарасы. Айтушы мен тыңдаушы көбін адам, бұл жұрттың сөз танымас бір парасы. Бұрынғы ескі биді тұрсам барлап, мақалдап айтады ке сөз қосарлап. Ақындары ақылсыз надан келіп, көр жерді өлең қаптап жоқтан қармап. Ескі бише отырман бос мақалда, ескі ақынша мал үшін көрмей зарлап. Сөз түзелді, тыңдаушы сен де түзел, сендердегі тілеуін ел таянды. Ақыл сөзге ынтасыз жұрт шабандап, көнгенім ақ соған деп жүр табандап. Кісімсінген жеп кетер білімсіз көп, жіберсек өтпеле ме көп жамандап. Аңсап, ұят, ар намас, сабыр, талап, бұларды керек қылмас ешкім қалап. Терең ой, терең ғылым,